Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен өте жұмсақ дәмді алмалы бәліш, яғни шарлотканың рецептісімен бөліскім келеді. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқаны жарып аламыз. Оның үстіне қант, яғни шекерімізді саламыз. Және миксердің көмегімен аппақ боп көпіргенше миксерлейміз. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Және видео сіздерге ұнаған болса, видеоға лайк басуды да ұмытпаңыздар. Міне біздің қантымыз бен жұмыртқамыз аппақ боп көпірді. Енді оның үстіне сұйық май құямыз. Және де қаймақ саламыз. Менде қаймақ, дүкеннің қаймағы 20%. Қаймақты салып болған соң миксердің көмегімен жақсылап араластырып миксерлейміз. Мен бірнеше алмалы бәліштің түрін пісірсем де, маған өте қатты ұнағаны, әрі жұмсақ, әрі дәмді болып шыққаны осы рецепт. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Міне араластырып алдық. Енді ұнымызды қосамыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп қосыңыздар, сонда біздің бәлішіміз өте биік болып көтерілетін болады. Ұнға разрыхитель, қопсытқыш қосып жібереміз. Қасықтың көмегімен кішкене араластырып, осылай електен өткізіп ұнымыздың барлығын қосып аламыз. Енді осыны жақсылап миксердің көмегімен осылай алдын ала осылай араластырып алып миксерлейміз. Өте жай миксерлеп бастаңыздар, өйткені ұн жан-жағына шашырап кетуі мүмкін. Міне араластырып алдым. Біздің сұйықтығымыз дайын. Енді 3 дана алмамызды алып, оның сыртын ашып, кубиктап турап шығамыз. Оны қамырымызға қосамыз алманы. Енді лопатканың көмегімен осылай жаймендеп, жақсылап араластырып шығамыз. Және пергамент қағазы төселінген табамызға осы сұйықтықты құямыз. Лопатканың көмегімен бетін жақсылап тегістейміз. Енді тағы да 2-3 алманы алып, ортасындағы сүйектерінен ажыратып, осы алманы жіңішке етіп, дәл видеодағыдай турап шығамыз. Міне, осылай туралып шығады. Және осыны қамырдың бетіне гүл тәріздес етіп, дәл видеодағыдай орналастырып шығамыз. Міне алмалардың барлығын дәл осылай орналастырып шығамыз. Енді осыны қызып тұрған пеште 180 градуста 50-60 минут пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз жақсылап пісіп шықты, әдемі көтерілді. Және бетіне осылай електен өткізіп, сахарная пудрамызды сеуіп шығамыз. Міне өте дәмді, жұмсақ болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.